Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде Дикий Story фильмі. Кино бірнеше оқиғадан тұрады. Әр оқиғада әртүрлі кейіпкер және әртүрлі жағдай. Бірақ та барлығын біріктіретін бір нәрсе бар. Бұл кек алу. Ендеше алғашқы оқиғаға көз жүгіртейік. Жас әйел аэропортқа келіп ұшағына отырды. Оның есімі Изабель, және ол тәжірибелі модель. Ұшақ төбеге көтерілгенде ол Сальгадо есімді ер адаммен танысады. Сальгадо музыка критигі. Изабель бұрын жаңадан бастаған композитор жігітпен кездескенін айтты. Оның есімі Габриэль Пастернак болатын. Әйел оның жақын досымен болып сатқындық жасапты. Сальгадо да ол жігітті таниды екен. Бұрын ол жігітті қатты критикалап, карьерасын быт-шыт қылыпты. Олардың әңгімесіне тағы бір әйел қосылды. Сөйтсе ол да Пастернакты таниды екен. Бұл әйел музыка мектебінде оның мұғалімі болған. Барлық жолаушылар шок болды. Себебі олар да Пастернакты таниды. Бұл рейстегі әрбір жолаушының Пастернакқа қатысы бар. Оған қоса барлығы жас композиторды ренжіткен екен. Бұнымен қызық бітпеді. Жолаушылардың ешқайсысы билетті сатып алмаған. Барлығы түрлі себептермен билетті тегін алыпты. Салонда стюардесса пайда болды. Ол Габриэль Пастернактың осы шақта бортпроводник болып жұмыс істейтінін жеткізеді. Және ол да бұрын жігітті ренжіткенін еске түсірді. 5 минут бұрын Пастернак пилоттың кабинасына кіріп кеткен болатын. Жолаушылар ұшқыштың есігін қағып ашпақ болды. Алайда есік кілттеулі. Осы кезде ұшақ жерге қарай бағытын бұрады. Жолаушылардың бірі жігіттің психиатры болыпты. Ол жігітті тоқтатқысы келді. Бірақ ренжулі композитор оны тыңдамайды. Егде жастағы жұп алаңсыз сыртта газет оқып отыр. Кішкенеден соң ұшақтың өздеріне қарай жеткіп келе жатқанын көреді. Жолдағы кафеге көлік тоқтады. Официант қонақты жылы қарсы алды. Тапсырысты қабылдаған қыз ас бөлмеге кірді. Бұл жерде ол аспазшыға клиентті танитынын айтады. Ол Рафаэль Куэнку есімді атақты мафиоз. Көптеген жылдар бұрын ол қыздың отбасының үйін тартып алған. Ал бұған шыдамаған әкесі дүниеден өтіпті. Аспазшы оңбаған мафиоздың асына үйірққа арналған уды қосуды ұсынады. Официант қыз бас тартты. Соған қарамастан аспазшы өз дегенін жасағысы келді. Өйткені бұрын ол түрмеде болған. Қайтадан сотталуға қорықпайды екен. Қыз клиентке тапсырысын әкелді. Аспазшы жасырын түрінде оғысқанын мойындағанда официанттың зәресі ұшты. Енді де қарап тұрудан басқа амал жоқ. Есік алдына автобус тоқтады. Бұл Рафаэльдің ұлы екен. Қыз үстелден ұлы тамақты алып кетпек болды. Бірақ мафиоз ашуланып қуып жібереді. Ұлы әкесінің алдындағы картоптан дәм татты. Официант қайтадан келіп тарелканы алып кетпек болады. Ер адам ашуланып аузына келгенін айта бастады. Сол кезде қыз тарелкадағы қуырылған картопты бетіне лақтырады. Ызаланған Рафаэль қызға тап берді. Бұны көрген аспаз қолына пышақ алып көмекке келеді. Ол мафиозды капуста кескенде кесе бастады. Мұны көрген баласы есінен танып құлайды. Таңертең полиция аспазшыны алып кетеді. Диего есімді ер адам жолда жаңа аудимен жүйткіп келеді. Кішкенеден соң алдынан ескі Peugeot автокөлігі шығады. Диего оны басып озбақ болды. Алайда қыңыр мінезді Марио оған жол бермейді. Диего ақыр соңында алға шығып, Марионы балағаттап, ортаң саусағын жарқыратады. Бір кезде аудидің дөңгелегі босайды. Ер адам көпірдің алдына тоқтап, дөңгелекті ауыстыруды шешті. Ремонт кезінде ол әлгі Peugeot'ны байқайды. Ол жүргізушінің өш алатынын сезіп, салонға тығылады. Марио тұлпарын аудидің алдына тоқтатып сөйлесуге келді. Сосын монтировкасын шығарып, көліктің алдыңғы әйнегін шаға бастайды. Диего полиция шақырды. Марио болса көлікті әжетхана ретінде қолданады. Ренжіткен адамнан өшін алған Марио көлігіне отырды. Бұндай абыройсыздыққа шыдамаған Диего газды басып, Peugeot'ны жиектен құлатады. Сосын тездетіп дөңгелекті ауыстырып, табанын жалтыратпақ болады. Марио тірі қалған, және ол кей қайтармақ болды. Алайда Диего дер кезінде қашып үлгерді. Көпірден өткен соң Диего кері бұрылып, Марионы қаққысы келеді. Бірақ та көліктің дөңгелегі шығып кетті. Ауди дәл жаңағы Peugeot'ның үстіне құлайды. Қауіпсіздік жасығы шыққан кезде ер адам есін жоғалтады. Марио артқы багажник арқылы салонға кірді. Диего есін жиып, Марионы байқайды. Екеуі төбелесе бастады. Диего өрт сөндіргіш құралын қару ретінде қолданады. Ал Марио оның мойнына белдік байлап, көліктен шығарып жіберді. Диего белдіктен мойнын босатып жатқанда, Марио бензобак арқылы көлікті өртейді. Диего босап шығып, Марионы өзіне қарай тартып алады. Төбелес жалғасын тапты. Көпірдің маңына эвакуатор келді. Бірақ та бәрі кеш. Көлік жарылды. Полицейлер оқиға орнынан 2 мәйітті тапты. Бір қызыға мәйіттер бір-бірімен құшақтасып отырды. Симон Фишер есімді ер адам инженер жарғыш болып жұмыс істеп, ескі ғимараттарды құлатады. Жұмыс кезегі аяқталған соң, ол қызының туған күніне торт алуға келді. Дүкеннен шыққан Фишер тыйым салған орынға тұрақтағаны үшін көлігін алып кеткенін көреді. Ол көліктерді эвакуациялайтын сервиске келді. Сосын көлігін қойған жерде белгі болмағанын жеткізеді. Оған қоса компанияның кешірім сұрап, көлікті қайтарып өтемақы төлеуін талап етеді. Сервис қызметкері талаптан бас тартып, кезекте тұрған келесі адамды шақырды. Күнін көлікті шығаруға өткізген Фишер қызының туған күніне кешігіп, барлық қызықтан құр қалды. Отбасы оған қатты ренжулі. Әйелі болса айырылысуды ұсынады. Арада уақыт өте бұл оқиға тағы қайталанды.
оның көлігін қайтадан алып кетті. Фишер қайтадан сервиске келеді. Бұл жолы кейіпкеріміздің жүйкесі жұқарып, офисте бүлік шығарады. Ол тұтқындалды. Бірақ та мықты адвокаттың арқасында түрмеден аман қалады. Жаңағы оқиға туралы газеттерге жаза бастады. Бұның кесірінен оны жұмыстан шығарып жібереді. Кейіпкердің жеке өмірі быт-шыт болды. Әйелі айырылысқалы жатыр және Фишердің мойнына алимент ілмек. Оған қоса қызымен кездесуге тыйым салды. Фишер күдерін үзді. Үшінші рет көлігін алып кеткенде оның басына өш алу туралы жоспар келеді. Ол көлігіне жарылғыш затты жасырды. Сосын көлігін тыйым салынған жерге тоқтатады. Кішкенеден соң айыппұл тұрағында жарылыс орын алды. Фишер түрмеге жабылды. Таңғаларлығы, халық толықтай оның жағында. Фишердің арқасында билік айыппұл системасы мен эвакуация мәселесіндегі жемқорлыққа назар салды. Түрмеде Фишерге әйелі мен қызы келді. Бүгін кейіпкеріміздің туған күні. Барлығы, тіпті қамаудағы адамдар да оны құттықтады. Сантьяго есімді жас жігіт түнгі клубтан шығып үйге келді. Келе салысымен ата-анасына жолда адам қағып, қашып кеткенін мойындайды. Жаңалықтарға сүйенсек, зақымданушы жүкті әйел екен. Өкінішке орай дәрігерлер оны құтқара алмапты. Сантьягоның әкесі Маурисио бай архитектор. Ол баласын түрмеден құтқару мақсатында жеке адвокатын шақырады. Барлығы ойлана келе бір шешімге келді. Үй қызметкері Хосе есімді бақшы $500,000 кінәні өз мойнына алатын боп келісті. Оны 1,5 жылдан соң шығарып алатындарына уәде берді. Көп ұзамай үйге прокурор келді. Ол бақшымен әңгімелесіп, көліктегі іздерді зерттей бастады. Прокурор рөлде бақшы емес, басқадан болғанын бірден түсінді. Сол кезде Маурисио мен адвокат оған пара ұсынуды шешті. Адвокат прокурормен жеке сөйлесті. Сосын Маурисиоға келіп, $1,000,000 сұрап тұрғанын жеткізеді. Адвокаттың өзі қызметі үшін $500,000 талап етті. Бұл көп ақша. Бірақ та әкесі ұлы үшін бәріне дайын. Кішкенеден соң прокурор қосымша шығындар үшін тағы $30,000 сұрайды. Маурисио ашуланды. Өйткені прокурорда онсыз да $1,000,000 бар. Сөйтсе прокурорға ешкім ешқандай пара ұсынбаған екен. Адвокат барлығының басын айналдырыпты. Маурисио жынданып барлық жоспарға нүкте қойды. Ол ұлын қорғамайтынын айтып, өз ісіне лайықты түрде жазалады деп шешті. Адвокат Маурисионы ақмақтыққа бармауға шақырды. Маурисио келісті. Алайда оларға $1,000,000 артық ештеңе бермейтінін жеткізеді. Үй жаққа журналистер мен адамдар жинала бастады. Полицейлер бақшы Хосенің басын бүктеп көлікке апара жатыр. Сол кезде топтың арасынан марқұм әйелдің жұбайы шығып, балғамен бақшының басынан бірнеше рет тұрады. Осымен фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жібере алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.